Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 4-ші сынып 29-ші сабақ. Бүгінгі сабақта қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренесіңдер. Бірінші есептерді шығар, жылдамдықтың формуласын жаз. Астында Әлия велосипедпен 800 метр жолды 4 минутта жүріп өтті. Оның жылдамдығы қандай? С тең 800 метр, Т 4 минут, В белгісіз. Б-ны табу үшін S пен 4-ті бөлеміз, сонда 800 пен 4-дің бөліндісі 200 метр минутына. Сонда Әлияның жылдамдығы 200 метр минутына болды. Әсінде Арман 4 сағат ішінде 16 километр жолды жаяу жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен жүрді? Уақыт бізде 4 сағат, S бізде 16, В бізде жылдамдық белгісіз. Жылдамдық табу үшін S пен B-ны бөлеміз, сонда 16-ны 4-ке бөлсек 4 сағат. Арманның жылдамдығы 4 километр сағатына. Екінші, қандай шамалар белгісіз? Оларды қалай табуға болатынын түсіндір. Жылдамдық, уақыт, арақашықтық берілген. Бірінші есепке бізде жылдамдық 60 км сағатына, уақыт белгісіз, арақашықтық 180 км. Ал біз уақытты табу үшін арақашықтық пен жылдамдықты бөлеміз. 180 мен 60-тың бөліндісі 3 сағат. Екінші есепте Т тең 2 сағат, S бізде 140 километр, Б белгісіз, сонда 140 пен 2-ні бөлетін болсақ 70 км сағатына. Үшінші есепте бізде жылдамдық, уақыт белгілі, арақашықтық белгісіз. Оны табу үшін көбейтеміз. Жылдамдық пен уақытты, сонда 5 пен 90-ды көбейтсек 450 км. Үшінші, есептерді оқы. Қандай формула қолданатындай? Есептерді шығар. Астында спортшының орташа жылдамдығы 18 км сағатына. Ол 3 сағат ішінде қанша арақашықтықты жүгіріп өтеді? Жылдамдық 18 км сағатына, уақыт 3 сағат, қашықтық белгісіз. 18-ді 3-ке көбейтсек 54 км. 3 сағат ішінде 54 км жүріп өтеді. Әсінде шаңғышы 3 сағат ішінде 45 км жүгірді. Ол қандай орташа жылдамдықпен жүгірді? Т 3 сағат, С 45, жылдамдық белгісіз, 45-ті 3-ке бөлеміз, 15 км сағатына. Б-сында салт атты 14 км сағатына орташа жылдамдықпен 42 км жүрді. Ол осы жолды жүріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Жылдамдық 14 км, С бізде 42 км, Т бізде белгісіз, сонда 42-ні 14-ке бөлеміз, 3 сағат. Салт атты 42 км өту үшін 3 сағат жұмсады. Төртінші, есте сақта, есепті шығарған кезде жылдамдықты бір өлшем бірліктен екіншісіне өрнектей білу маңызды. Егер жылдамдық километр сағатпен көрсетілсе, онда оны метр минуттай өрнектегенде былай таңдау керек. 1 километрде 1000 метр бар, 1 сағатта 60 минут бар. Мысалы, жылдамдық 36 сағат километр сағатына тең болса, онда метр минут есептегенде былай болады. 36 километр сағатына 36-ны көбейтеміз 1000-ға бөлу 60. Сонда 600 метр минутына. Төртінші есеп, жылдамдықта көрсетілген өлшем бірлігіне өрнектеп, 5-ші тапсырмадағы есептерді шығар дейді. Бізде 6 км сағатына минутқа айналдырғанда 100 метр минутына. 6-ны 1000-ға көбейтеміз, оны 60-ға бөлсек 100 метр минутына шығады. 30 метр минутына оны айналдырамыз. 30 метрді бөлеміз, 60 секундқа айналдырамыз, сонда 2-ден 1 шығады екен балалар. 5-ші есеп, Арман 6 км сағатына жылдамдықпен қозғалды, 30 минут ішінде ол қанша метр жол жүрді? Қашықтық 6, Т 30 минут белгісіз, С 6-ны әуелі метрге айналдырып аламыз, 6-ны 1000-ға көбейтіп 60-ға бөлеміз, сонда 100 метр минутына шығады. 30 минутты 100 метрге көбейтеміз, сонда 300 метр. 30 минут ішінде Арман 300 метр жол жүрді. Әсінде араның орташа ұшу жылдамдығы 30 метр минутына. 20 секунд ішінде ол қанша метрді жерді ұшып өтеді? П тең 30 метр минутына, Т тең 20 сағат, С белгісіз. 30 минутты біз минутқа айналдырып аламыз. 30 бөлу 60, сонда 2-ден 1 метр секундына. 20-ны көбейтеміз 2-ден 1-ге, сонда 10 метр. Ара 10 метр жерді ұшып өтеді. 6-шы есеп, есепте және тексер. 20.002-ні 3-ке көбейтсек 60.006. 20.202-ні көбейтсек 60.606.
30.303'tü 3'ke köбейтсек 90.909, 40.404'tü 4'ke köбейтсек 161.161, 18.900'du 3'ke köбейтсек 6.000 bölsek 6.003, 18.900'du 9'a bölsek 2001, 90.018'di 3'ke bölsek 30.006, 90.018'di 9'a bölsek 10.002. Жанындағы балалар тексерілуі. Өздеріңіз назар салып аласыздар. 7-ші есептерді шығар, сұрағын өзгертіп алынған есепті шығар. Үйден стадионға дейін арақашықтық 2 км 125 метр. Ал мектепке дейінгі арақашықтық одан 5 есе кем. Үйден мектепке дейін жол стадионға дейінгі жолға қарағанда қаншалықты қысқа дейді. Стадионға дейін 2 км 125 метр, мектепке дейін белгісіз, одан 5 есе кем. 2 км 125 метрді метрге айналдырсақ 2125. 2125-ті 5-ке бөлеміз, 425. Бұл мектепке дейінгі жол. 2125-тен 425-ті алатын болсақ 1700 метр. Қысқа жол өрнек сонда, өрнек құратын болсақ 2125 азайту жақшы ішінде 2125 бөлу 5 1700 метр. Мектепке дейінгі жол 1700 метр қысқа. Әсінде үй стадионы 2 км 125 метр. Үй мектеп 2 метр 125 метр бөлу 5. Стадион үй мектеп белгісіз. 2 км 125 метр айналдырамыз. 2125 метр. 2125-ті 5-ке бөлеміз, 425. 2125 пен 425-ті қоссақ 2550. Бұл стадионнан үйге және одан әрі мектепке жүрсе 2550 метр жол жүрер еді. 8-ші тапсырма. Әлия бір санды ойлады, оны 9 есе арттырып, содан соң 35-ге кемітті. Одан шыққан нәтижені 4 есе кемітіп, 38-ді қосқанда 63 шықты. Әлия қандай сан ойлады? X ол ойлаған саны. Сонда X көбейту жақша ішінде 9, азайту 35, жақша жабамыз 4, қосу 38 тең 63. X көбейту 9, азайту 35, бөлу 4 тең 63, азайту 38. X көбейту 9 тең 35, бөлу 4 тең 25. X көбейту 9, азайту 35 тең 25 көбейту 4. X көбейту 9 тең 35 тең 100. X көбейту 9 тең 100 қосу 35. X көбейту 9 135. X тең 135 бөлу 9, 15. Жақша ішінде 15 көбейту 9, азайту 35, бөлу 4, қосу 38 тең болады 63. Әлияның ойлаған саны 15 санын ойлады. 9-ші есеп. Арман, Марат, Болат, Серғазы және Димаш бәрі эстафетаға қатысу үшін бір қатарға тұрды. Арман эстафетада Мараттан бұрын, бірақ Димаштан кейін жүгірді. Болат пен Димаш қатар тұрған жоқ. Серғазы Димаштың да Арманның да жанында тұрған жоқ. Кім-кімнен кейін тұр? Балалардың есімін атады. Димаш, Арман, Марат, Болат, Серғазы тұр. 10-ші есеп. Берілген мәліметтер бойынша есеп құрастыр және оны шығар. Бізде шаңғышы, велосипедшінің жүру жылдамдығы уақыты арақашықтығы берілген. Шаңғышы 18 км сағатына жылдамдықпен 36 км жүгірді. Ол осы жолдың жүгіріп өту үшін қанша уақыт жұмсады? Б 18 км сағатына, С 36 белгісіз. 36-18-ге бөлсек 2 сағат. Шаңғышы 36 км жол жүгіріп өту үшін 2 сағат жұмсады. Әсінде велосипедші 24 км сағатына жылдамдықпен 3 сағат жүрді. Ол 3 сағат ішінде қанша арақашықтықты жүріп өтті. Б 24 км сағатына, Т 3 сағат, С белгісіз. 24-ті 3-ке көбейтсек, жеттегі велосипедші 3 сағатта жеттегі километр жолды жүріп өтеді. Міне балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.